Егер сіздің балаңыздың іші өтіп, ұзақ уақыт бойы 2 апта, 3 апта, 1 айға созылған іш өту, температура еш нәрсе жоқ, балаңыз әлсіз емес, көңіл күйі тұрақты, тамақты жақсы жейді, бірақ күніне 7-8 рет, 10 ретке шейін іші сарғыш, біресе жасыл, сұйықтау, су болып, әртүрлі консистенцияда іш өтіп жүрсе, бұл видео нақты сіз үшін. Бұл видеоны көру арқылы сіз көптеген сұрағыңызға жауап табасыз, балаңызды ары қарай қай бағытта қандай диагностика жасау керек екенін білетін боласыз. Ендігі кезекте, құрметті аналар, затяжная диарея дегеніміз не? Түрлі ішектегі патогенді флоралардың немесе ішектің сорылу механизмінің бәсеңдеуінің немесе дисбактериоздың әсерінен ұзақ уақыт, яғни 2 аптадан аса іштің дефекациясының күшеюі, яғни іш өтудің күшеюі. Бұның негізгі қауіпті тұстары қандай? Бірінші кезекте ішекте затяжная диарея кезде ағзаға қажетті калорий, қажетті витамин, қажетті өнімдер сіңірілмегендіктен ағза әлсіреп истощениеге жетуі мүмкін. Затяжная диарея көп жағдайда ауыр сусыздану шақырмайды, өйткені бұл кезде бізде электролиттерді ағзадан жоғалту төмендеу болады. Енді жалпы бұл несімен қауіпті деген сұраққа келетін болсақ, жаңа истощениені айттық, ағзаға түрлі элементтер, микроэлементтер жетіспеуі, балалардың уақытылы дамып жетілуінде кедергі жасауы секілді түрлі асқынуларға алып келуі мүмкін. Енді затяжная диареяны қай маман емдейді, кімге көрсетеміз, қалай жасаймыз деген сұраққа келетін болсақ. Бірінші кезекте затяжная диарея егер неинфекционного характері болатын болса, инфекциялық емес созылмалы диареяны бізде гастроэнтеролог мамандар емдейді. Яғни дисбактериозға тексерілесіз. Дисбактериозды тапсыру арқылы сіз егер сол дисбактериоздың таяқшалары, қоздырғышы бала ағзасынан табылып жатса, ол кезде арнайы соның емін гастроэнтеролог маманнан аласыз. Егер инфекционный затяжная диарея болатын болса, ол кезде бакпасевкала, капрология тапсырып, ол жердегі слиздерді, лейкоциттерді барлығын анықтап, бакпасевкаладан шыққан қоздырғышқа байланысты антибактериалды терапия алатын боласыздар. Былайша айтқанда затяжная кишечная инфекция. Антибактериалды терапия, бакпасевтің сезімталдылығы бойынша подбор жасаймыз, қай бактерия, қай қоздырғыш, қай антибактериалды препаратқа сезімтал, соған қарай біз өз кезегінде таңдау жасап отыратын боламыз. Енді бірінші кезекте егер сіздің балаңызда затяжная диарея болса, УРС, яғни регидрон, суға разбавленный регидронды тәулік бойы дробно беріп отырасыз, және энтеросорбенттерді қолдансаңыз да болады. Энтеросорбенттің ішінде смекта, стоп-диар секілді дәрілер бала ағзасына жақсы көмектесіп жатыр. Және де егер сіздің балаңызда жалпы іштің жиі жүруі, іш өту жиі мазалап жататын болса, күріштің қайнатылған суын да ОРС ретінде қолдануыңызға болады. Және инфузионды терапия баланың салмағына байланысты біз коллоидты, кристаллоидты ерітінділерді тағайындап жатамыз. Негізі мына кишечный инфекциялардан, инфекционный энтериттерден бізде затяжная диарея, функциональный нарушениялардың айырмашылығы балада дене температурасын бермейді, және баланың жалпы көңіл күйінде ешқандай бір өзгерістер болмайды. Мысалға, самочувствие не нарушено деп жатамыз. Көңіл күйі жалпы баланың жағдайы бұзылмаған, көңіл күйі тұрақты, тағамға тәбеті тұрақты күйде, бірақ баланың іш өтуімен көрініс беруі мүмкін. Енді бұны жалпы үй жағдайында емдеуге бола ма деген сұраққа келетін болсақ, затяжная диарея бала салмағын тастамайды, салмақ жоғалтпайды, үй жағдайында емдеуге болады. Пробиотиктерді, энтеросорбенттерді егер сіз жақсы тағайындай алса, дәрігер сізге жақсылап тағайындап берсе, ары қарай үй жағдайында емдеуіңізге болады. Егер затяжная диареяға байланысты қандай да бір сұрақтарыңыз болып жатса, сізді мазалап жүрген бір қандай да бір ой білгіңіз келетін болса, комментарийге жазыңыз, біздің каналға тіркеліп алыңыз, міндетті түрде осы видеоға лайк басып кетіңіз. YouTube арнамызда алдағы уақытта сіздерге түрлі пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз.